Жасым болса 32-де. Менің не байым жоқ, не балам жоқ. Ата-анама да қадірім жоқ. Тума-туыстарым теріс айналды. Мен өмірден орын таппаған сорлымын. Анығырақ айтсам, біреудікін тартып алам деп, өз орнымды жоғалтқан албастымын. Деп көліктің артқы жағында отырған жас қыз деуге ауыз бармас, бірақ келіншек те емес. Себебі күйеуге шықпаған қарындас темекінің түтінін бұрқ-бұрқ еткізе маған қарап сөйлеп отыр. Қолындағы шөлмекті сырасынан ұрттап қойып күрсінгенде бүгін өлетін кісінің кейіпі көрінеді. Оу қарындас, сәл сабыр етіңіз. Біріншіден атыңыз кім? Екіншіден өмірден орнымды таппадым дейтіндей. Бүгін ертең қарттықтан өлетін адамға ұқсамайсыз. Үшіншіден албасты емессіз. Адам үрікпес түрің бар. Тым жақсы баласың. Не болды сонша өмірден безіп? Деп темекі болмаса да қолындағы сырасын төкпей ішуге рұқсат берген такси клиентіне басу айтып сабырға шақырғандай болды. Әдемісің деуге аузың бармай қалды ма? Сіздер еркектер әншейінде сұлусың, кереметсің, суперсің дейтін едіңіздер. Енді неғып сараңданып отырсыз деп өзіме шапты. Қарағым-ай, олай дейтін ретің жоқ. Мен сені өмірде бірінші рет көріп отырмын. Оның үстіне әйелдің бәрі әдемі екеніне дау жоқ. Бірақ ішімдік пен темекіге үйір әйел заты сұлулығын жоғалтып алады. Темекі тартып отырған әйел немесе қыз бала көрсем, маған жезөкшедей көрінеді. Сондықтан көріктісіз деген сөзді аяп қалдым. Темекі тарту қазақ қыздарына жараспайтын қылық. Ауыздағы темекіден шыққан түтін қазақ қыздарының табиғи ұяңдығын жойып, атым маңызды емес, жайғана көрсетеді деп едім. Міне аға, дәл түстің. Мен сол жезөкшемін. Көшеде тұрмасам да, көрінгенмен жатпасам да мәдениетті жезөкшемін, деді жұлып алғандай. Қарындасым, өмірде біраз жұлмаланған сияқты ғой өзіңді. Біресе сіз деп, біресе сен деп шатасып отырсың. Мас емессің ғой, өкінішпен ызаң қатар шығып тұр. Өкпелісің, бірақ кімге екенін білмейсің. Не еңкілдеп жыларыңды, не қарқылдап күлеріңді білмей отырсың. Менің ақылымды алсаң, жыла, оңашада өкіріп жыла, соңында жеңілдеп қаласың дедім. Аға, қайда барам? Кімге жылаймын? Кім бар мені түсініп қолдайтын? Дұрыс айтасыз, өкініш өзегімді өртеп барады. Өзіме өзім қол көтергім келген. Оны да келістіре алмадым, деп жанары жасқа толып, сондай бір бейкүнә қорғансыз күйде қарады. Қарындасым, былай істейік. Мен сізді қазір адресіңізге жеткізіп тастаймын. Мынау менің телефон номерім. Әңгімелесуге ішіңіздегіні шығаруға дайын болғанда телефон шалыңыз. Сізді тыңдап білген ақылымды айтуға тырысып көрермін. Әйтпесе қазір айтқаныңыздың бәрі мас адамның сөзі болып кетер. Сыра ашуға міндетті емессіз, бірақ саудың ойындағы мастың тілінде деген. Ішіңізде өшпес өкініш бар сияқты. Мұндай жүкпен өмір сүру қиын. Алақандай барлығы бір-бірін танитын ауылда әңгіме болып кетермін десеңіз ұмытыңыз деп, жергілікті халық банкі аялдамасы деп атап кеткен гүлдер дүкенінің алдына тоқтадым. Ештеңе деместен көліктен түсіп жан-жағына қарап алды да жүріп кетті. Былайырақ барып көлеңкелеу жер тауып алып көліктің есіктерін ашып желдетіп, бір жар қиқым-сиқымды қолмен алып тастап, дезодорант сеуіп тастап, өзімді көлеңкеге жайғасып отырдым да ойға кеттім. Неге ылғи осындай жандар маған тап болады? Еркегі бар, әйелі бар, сауы бар, масы бар. Сөйлеуге адам таппай ішіндегісін ақтара алмай жүрген жандар маған жолыға береді. Әлде өзім әңгімеме тартам деп ішкі панерлерін қозғап жіберем бе? Құдай-ау, бітпеген үйің тұр, ер жеткен ұлың, бой жеткен қызың бар. Мектеп жасында екеуі тағы бар. Бәрінің ас суы мен киімі, коммуналдық төлемдерімен айнымас серігіңе айналған кредитің бар. Соларға жұмсайтын уақытыңды
көрінген көк етекті көз жасына қиып жүрсің бе? Жұрттың проблемасын не істейсің? Басынан бір жер ассын. Әркім өз тағдырының иесі. Аунап жатқан өлі тірісі белгісіз мастың үстінен мыңдаған адам аттап өтіп жатыр. Сен де солай өт. Өлмесе өмірден қапсын деп, бас пайдаңды ойлап жүрмейсің бе деп, ішкі жан дүнием айғай шығарып ұрсып жатыр. Сондай ішкі ойларыммен жағаласып отыр едім, телефоным сағындым Алматымның әуенін төгіп жіберді. Көтеріп едім. Алло, аға. Ассалаумағалейкум. Ата 9-дағы клиентіңізбін. 2-3 точкаға баратын такси керек еді. Бағасын келісерміз. Келесіз бе? Деді. Танып отырмын. Тауық бағатын бала. Өткенде жәрмеңкеге тауық апарамыз деп, тауықтар жәшіктен шығып кетіп біраз әурелеген едік. Уағалейкум ассалам, бар бол інім. 6-7 минуттан соң барамын. Тағы тауық тасу керек болса, жәшігіңді мықта деп телефонды сөндіріп рөлге отырдым. Жаңағы қыз хабарласып жатса көрерміз. Жезөкшемін дейді. Мүмкін жазуға тұрарлық бірдеңе айтар деп тауық тасуға кеттім. Неге екенін білмеймін, аға. Сізбен кездесіп сөйлесіп көремін деп шештім. Күлкі қылып мазақтасаңыз да, жаралы жанымды азаптасаңыз да, енді маған бәрі бір. Мен бұл өмірге сыймайтын сияқтымын, деді көлікке отырар-отырмастан кешегі таныс Тоня. Жексенбі күні болғасын таксиге клиент шамалы болды. Одан қалса аспан айналып жерге түскенде ыстық индрайверден шыққан заказдарға бір құдай итеріп, бір құдай жетектегендей болып сел қосып барып жүредім. Бейтаныс номер соғып, сәлеметсіз бе дегенде даусынан кешегі Тоня екенін білгем. Кешегі адрес бойынша келуіңді өтінді. Кешегідей емес, бір нәрсеге бет бұрғандай даусы нәзік болса да сенімді нық естіліп тұр. Солай келісіп алысқа ұзамай жақын маңдағы 2 қабат корпус үйлердің көлеңкесіне тоқтағанбыз. Ағай, Жақсейіт өлігін көрсетпеді деген енді, келем бе жоқ па кім білсін. Не болса да ішімдеген айтып кетейін деп шештім, деді де қолындағы пепсиден ұрттап қойып әңгімесін бастады. Аға, мен 19 жасымда программист мамандығымен акиматқа бір бөлімге жұмысқа орналастым. Жасыратын жоқ, көрер көзге көрікті екенімді сезетінмін. Мектепте де, мектептен соң да үйленейік деушілерге көз ашпадым. Ешкімге қарамадым. Шынымды айтсам, теңім деп есептемедім. Жұмысқа тұрғанда да қылтың-сылтың әңгіме айтып, әзілдесіп, іші бауырыма кіріп менімен жақын араласқысы келетіндер көп болды. Бірақ өмір деген қызық нәрсе емес пе? Соншама бойдақ жігітті місе түтпеген жүрегім өзімнің 40-тан асқан бөлім бастығыма байланды да қалды. Бастығым сауатты, өмірді дұрыс түсінетін, бойшаң, еңселі, ашаң жүзді, артық еті жоқ, мен үшін жігіттің сұлтаны болып көрінді. Аты да өзіне сай арыстан еді. Ал әйелі керісінше жасына жетпей толысып кеткен мінезсіз, ешқандай өзіндік ой жоқ, жалпақ сары болатын. Менің бастығымның теңі емес деп шештім. Бастығымды жағалап алдынан былай да былай ойқастап көзіне түсуге тырыстым. Үмітім алдамады. 3-4 айдан соң бастығыммен ашық жарқын сөйлесетін жағдайға жеттім. Естігенім әйел 4-ші баладан соң қант диабетімен ауырған. Қазір тек күтіммен жүрген адам екен. Арада жарым жыл уақыт өткенде аңдыған жау алмай қоймас деген. Бір күні түстен кейін ауыл сыртына табиғатқа шығып сіра ішіп отырғанымызда ол менің өмірімдегі алғашқы еркек болды. Мә, Тоня, сен әлі қыз ба едің? Ойламаппын. Не болса да таң қалдырдың деп таңданысын жасыра алмады. Мен осы ұрымтал тұсты пайдаланып, өзімнің сүйген адамыма бойымдағы ең қасиетті пәктігімді сыйға тарттым деп әбден мүләйімсідім. Мен оны шын сүйетініме өзім сенетін едім. Содан 1-2 күн өткен соң арыстан, Тоня, мен саған бейжай қарамайтынымды білесің.
Сондықтан саған сол күндерді салмақ салмай жеңіл жұмыстар тапсырып реті келсе демалыс беріп отырайын. Айлық циклың қай күндер еді дегенге қуанып бетінен шөп-шөп сүйіп алған едім. Сөйтсем ол менімен есеппен қауіпсіз күндерді кездесуді ойлаған екен. Біреулерден естісе де әлде өзі сезіктенсе де бір күні бастықтың әйелі келіп оңаша сөйлестік. Аты Майра екен. Барынша бәсең, жанашыр тілмен айғай-шусыз шешпекші болған сияқты. Тоня, сен түсін де дұрыс шешім қабылда. Біреудің бай саған бай болмайды. Басың жаз, атың шығып кетпей тұрғанда өз теңіңді тауып ал дейді. Мендегі көкірек оны тыңдата ма? Оның солай сөйлеп тұрғаны өзімнің жеңісім деп ойладым. Бір жолата тұқыртып жолымнан алып тастамақшы болып. Мен бір нәрсені түсінем. Ол Арыстан екеуміз бір-біріміздің сүйетіндігіміз. Сен оның теңі емессің. Оның қасында менің жүруім керек. Сен оның бағасын білмедің. Араларың суып кеткен. Ол сенімен тек аяғаннан тұрып жатыр. Онда саған деген сезім жоқ болғанда емес, деп көкідім. Себебі бір сөзінде Арыстан арадағы әңгімеміз азайды. Бұрынғыдай алып ұшқан сезім жоқ деген болатын. Майра маған түсініксіз біртүрлі көзбен қарап тұрды да: Тоня, сен өзіңе не ой құрастырып алғаныңды білмеймін, бірақ Арыстан үйден кетпейді. Себебі ол балаларын қатты жақсы көреді. Біреуді жылатып, екінші біреу бақытты болыпты дегенді естімеппін. Ал жалпы өзіңе қара. Мен айтарымды айттым деп ескертті. Арғы жағын өзің білерсің. Арыстан кетем десе, аяғына тұсау болмаймын. Алимент сұрап айғайда шығармаймын деп шығып кетті. Мен қуанғаннан есім шығып кете жаздады. Жиналыс жасап отырған Арыстанның босауын тағатсыздан күттім. Әрбір минуты жылдай созылып жиналыста бітті. Хатшы қыздың көзінше әлде бір қағаздарды ұстай кабинетіне қиялдың қанатында ұшып кірдім. Кіргеннен отырған жеріне мойнынан құшақтап: жаным, екеуміздің жолымыз ашылды. Жаңа ғана Майраң келіп, қажет болса алиментте сұрамаймын. Егер қаласа рұқсат бердім, қосылуларыңа деп кетті. Екеуміздің де арман ойымыз сол емес пе еді, деп қуантқалы құлақтарынан тістелеп еркелеп едім. Ол басын көтеріп маған тесіле қарап: ақыры шыдай алмай келген екен ғой, солай деді ме? Рұқсат болса кете берсін деді ме? Ол сондай, одан шығады деп аз-кем ойланып отырды да: не ғой, Тоня, сен бекер әуре болғансың. Мен саған үйленем деп уәде берген жоқпын. Кездесуіміз саған да маған да ұнайтын, ал семья құруды айтпадық та. Сондықтан мен Майраны таңдаймын, бала-шағамды таңдаймын. Саған көп рахмет, тамаша сәттер сыйладың. Көңілімді жазартып қуаныш сыйлай білдің. Бірақ мен әйел бала-шағамнан кете алмаймын деп кабинетіне менен бұрын шығып кетті. Сол кеткеннен келмеді. Басқа қалаға, басқа жұмысқа ауысқаннан кейін естідім. Телефон номерін өзгертіп, желідегі аккаунттарында бұғаттап тастаған. Арыстанның бұлай істегеніне қатты қиналдым. Бір есептен өзімді де кінәладым. Ол маған ешқашан үйленеміз, қосыламыз деген жоқ. Аймалап сүйгеніне құшақтап қысқанына мәз болып алып, денесінің астында ләззатқа көңілім бақыттан басым айналып, ешнәрсе ойламауға мұрша бермеген екен. Бөлімге Арыстанның орнына 50-ден асқан үлкен кісі бастық келді. Бірақ маған бәрі бір еді. Өмірге деген еңсем түсіп кеткен еді. Сөйтіп солай. Арада айлар өтті, жыл өтті. Өзім қатарлы бір-екі жігітпен айына 1-2 ай кездесіп көңіл көтеріп жүргенім болмаса, өмірімде қалыпты өте берді. Сондай күндердің бірінде басқа бөлімнің қызметкері туған күн жасап бәрімізді шақырды. Басқа бөлімдегі біздің бөлімнің жас жігіттері қатар құрбы ретінде кездесіп араласып жүретінбіз. Тек Арыстан барда мен оларды көзге ілмеуші едім. Олар да маған қатты ұмтыла бермейтін. Содан туған күнге бардық. Жергілікті мықты кафелердің бірінде болды.
Іштік, жедік, биледік. Жігіттер жағының барлығы дерлік мені көзбен ішіп жеп қоярдай болып отырды. Енді бір батылдау әзілдеген болып: «О, Тоня, осы мен ерте үйленіп қойған сияқтымын. Қап, өзіңдей періштені кездестірерімді білгенде күтетін едім» деген сөз шарапқа уланып отырған миға дәл тиді. Мен жүзіп кеттім. Сонымен не керек? Сол туған күннен соң басы бос жігіттер мен әйелдері үйде қалғандары бар. Туған күнді бір үйде жалғастырдық. Ар жағын аға өзің түсініп отырсың не болғанын. Сол күннен бастап мекеменің гүлі атандым. Айналамдағы жігіттер қасымда құрақ ұшып жүретін болды. Мен де өз кезегімде оларға оң көзбен, анығырақ айтсам, оң жаңбеспен қарайтын болдым. Иә, бұның бәрі алдамшы, жалған 5 күндік тірлік екенін сезетін едім. Әйтсе де жаныма қатты тиген бір сөз болды. Ол мекеме жігіттері оңашада темекі тартып, қарқылдасып отырған жерге аңдауыста барып қалдым. Мені періште деп қол жүгіртіп ойнатып жүрген біреуі: «Жігіттер, Тоняны ортаға алып бір отырыс жасамадық па? Құдайға шүкір, Қарекең тегін тастап кетті емес пе?» Апшаққа деп дарақылана күлгенде бәрі соны қостай күлді. Жыным келіп ашуланғаным сонша, сол сәтте қолымда қару болса, бәрін ойланбастан ата салар едім. Бетіме періштем, гүлім, сұлуым деп жүріп сыртымнан ұятсыз ат қойған екен. «Тоня, жұрттың бәрі сені жақсы көреді, еркек біткеннің бәрі сенің жолыңда өлуге» дегенге шар сияқты үріліп жүре беріппін. Неткен көрсоқыр едім десеңші. Сыртымнан сыпсыңдаған сөзге құлақ салмаған неткен саңырау болғанмын. Айналамның бәрінен жерініп, тума-туыстардың бәріменен жерініп күндерім өте берді. Бір күні жаңа шал бастығым шақырды кіргеннен: «Тоня, сен өз еркіңмен жұмыстан шығам деп арызыңды жаза бер. Себебі үстіңнен арыз бар. Жұмысқа қырың жоқ екен. Себепсіз жұмыстан қаласың. Ең жаманы, біреудің отбасына от салып жүр екенсің. Моральдық тұрғыдан азғындап жүр екенсің. Осы арызбен мен сені ешқашан мемлекеттік қызметке тұра алмайтын қылып статьямен шығарып жібере алам», деді көзінің астымен тесіле қарап. Өңменімнен өтер аш көз қарас мысымды басып тұр. Әлсіздігімді көз жасым сездіріп қойды. Бетімді басып еңкілдеп қоя бердім. Шал бастығым орнынан тұрып келіп: «Төй, бұл енді дұрыс емес. Осылай да бола ма? Бір реттерін қарастырамыз ғой. Қоя ғой енді» деп құшақтап белімді, жамбасымды сипай бастады. Арам шалдың екі ойын түсініп тұрмын. Бетіме ашып айтып шығып кетем дегенше шал бастығым: «Тоняжан, өзіңнің түсінуің керек. Жастар ол сұлулықтың қадірін білмейді. Ұшып қонған көбелек қой олар. Саған мықты емендей тірек керек. Қажет десең мен сенің мансабыңды көтеріп жібере алам. Сен тек жай ғана ағай сізге сенем десең, мен сен үшін тау қопармаймын ба?» деп ерсі ырсылдап қолын тұла бойыма жүгірте бастады. Сол сәтте өзіме өзім келген, мен қолдарын қағып жібердім. Оңбаған иттер, үлкенің бар, кішің бар, кәрің бар, жасың бар, түгел оңбағансыңдар. Сендермен жұмыстас болып көрінгеніңе төсеніш болғанша кеткенім жақсы бұл жерден деп кабинеттен шығып кеттім. Өзім отыратын столға келіп жеке нәрселерім жинақтап жатқанымда бөлімдегі үлкен екі апай келіп мысқылдай қарап тұрды. Жынымның келгені сонша бар зарымды соларға төктім. «Қараңдар, мысқылдаңдар, кәрі қарғалар. Қарқылдаңдар, мазақтаңдар, өсектеңдер. Бірақ бір нәрсені біліңдер. Я, мен жастықпен істеген шығармын, ақымақтық қылған шығармын. Бірақ сендер де бөтен еркекке жырпылдап жүресіңдер емес пе? Әсіресе ол еркек. Бастық бай болса, бала-шағаларың бар. Алдың келін алып отырсыңдар. Мансабы бар еркек беттеріңе жылы қараса, майысып әлек боп қаласыңдар емес пе? Немене бүгін келіп құзғынданып тұрсыңдар? Сендер жиі айтатын цитаталарың Моника Беллучидің
әрбір әйелде бір жезөкше жасырынып жатыр деген еді ғой. Бүгін келіп тым көрмегендей болып тұрсыңдар. Дегеніме екеуі де қой құрсын, пәлесінен аулақ деп сып етіп жоқ болды. Сонымен жұмыстан кеттім, қалаға келдім. Вахталық әдіспен жұмысқа тұрдым. Онда да үлкен мансапты кісінің арқасында, бәрі сол кісінің арқасында төсек пен тән арқылы жеттім десем болады. Содан жақында бір сыныптас құрбым, сыныптас бір жігіттің әлі бойдақ екенін айтып, шанс болса екеуіңді қосып жіберейік, демалысыңды ауылға келіп көрсеңші деген сыныптас құрбыларымды көрейін дедім. Бір жағынан бойдақ жігітке тиіп отбасылы болып кетсем деген өсек дәмемен келген едім. Сыныптастарымен кафеде кездестік. Бойдақ жігіт те келді. Баяғы мектепте жүргенде бар жоғын байқамайтын бозымбай болушы еді, әлі де сол қалпында. Көп сөйлемейді, жұрттың әжуа мазағын еркін қабылдап жымиып отыр. Отырыстан соң оңаша отырып сөйлесін деп сыныптас жігіттер жағдай жасаған болатын. Сөйлесіп отырғанда бозымбайымның сөзі бір жоғалата өлтірді мені. Тоня, суға кеткен тал қармайды дегенді түсінемін. Бірақ сен қармайтын тал емес, сені алып неше адаммен бажа екенімді есептеп отырғым келмейді, ренжіме. Әркім өз жолының жолаушысы, әркім өз бақытының ұстасы деп ешкіммен қоштаспастан шығып кетті. Содан соң ақ бұл өмірде орнымды жоғалтқанымды түсіндім аға деп сөзін аяқтады. Не айтарымды білмей 5-6 минут отырып, тамағымды тенеп, қарылдай сөйлеп, Тоня, сен олай ойлама. Өмірге келген әрбір адамның өз миссиясы болады. Адам өзі оны толық түсінбесе де, соны орындап жүруі мүмкін. Сол мақсатты түсінем дегенше, басын тау-тасқа талай рет соғады. Меселің қайтқанға орнымды жоғалттым, немесе таппадым деме. Сенің орның әлі босаған жоқ, немесе дайын емес. Саған бірден өзіңнің ойлағандай отбасы болып кетуің оңай болмас. Сондықтан сен отбасыны неге өзің жасап алмайсың дегенімде үміттене жалт қарап, қалай деді. Түсінесің бе? Сен сияқты тағдырымен тайталасып жүрген, адасып барып жолын тапқан адам аз емес. Жалғыздық жанына батып жүрген, араққа салынған немесе мүгедектігі бар жігіттер бар. Неге солардың біреуінің өмірге деген құштарлығын оятып, жалғыздығына серік болып, тек екеуіңізге арналған бір ғұмыр жасамасқа? Сен бар жоғы 32-десің, әлі өмірің алда. Мүмкін әйелі өліп балаларына ана болар жан таппай жаны шырқырап жүрген жігіттің жүрегіне демеу боларсың. Кім біліпті, қай жерден шығарыңды жанып, қайсы үйдің шамын жағарыңды. Солай қарындасым, өмірден түңілуге әлі ерте саған. Қандай адамға кезіксең де сұлулығыңмен емес, мейіріммен қаратып алуға тырыс. Отбасылық жағдайда мейірім бірінші орында болсын. Сол мейіріммен өзің сияқты бір адамның өшкелі тұрған отын жағаласың. Екеуің оттарың өзгелер сүйсініп жылынар, алау болар анық дегенімде, солай ма аға? Өмірден кетуге ерте ме әлі? Мен тындыратын іс бар ма сонда? Деп көздері жылтырап, от жанып шыға келді. Бақытты бол қарындасым, бәрі жақсы болады.